Қайырлы күн, құрметті, жақсы адамдарым. Бүгін біз таңғы уақыттағы ішкі сезім туралы сөйлесейік. Таңда оянғанда бірінші нені ойлайсыз? Ақша, жұмыс, кешегі күнді, проблеманы, қайсысын ойлайсыз? Қайдан ақша табамын, проблеманы қалай шешемін, жұмысқа барғым келмейді, кешегі адам көңілімді түсірді, басқа адамдар не істеп жатыр екен деп телефонға үңілу, кредит жабу деген сияқты сезіммен, оймен оянасыз ба? Дәл осындай ой тек ішіңізде емес, ол сыртқы әлемге де білінеді. Не ойласаңыз, сол болады. Таңды қалай бастасаңыз, күніңіз дәл солай өтеді. Бастысы ниет. Таңды қандай ниетпен бастадыңыз, тура сол ниетпен кешті батырасыз. Ал енді таңды қалай бастау керек? Сол туралы айтайық. Ең алдымен таңды бастағанда Аллаға шүкіршілікпен бастау қажет. Барым үшін Аллаға алғыс айту, қиындық үшін де, ауру үшін де, ақша үшін де, жұмыс үшін. Таңғы асыңыз бар ма? Дәл сол үшін. Таңда аман-есен ояндыңыз ба? Сол үшін. Қолыңызда не бар? Сол үшін Аллаға ең бірінші шүкіршілік айтумен бастаңыз. Өміріңізде қиындық болып жатыр ма? Сол үшін алғыс айтыңыз. Себебі осы қиындық сізді өсіріп жатыр. Егерде біз ішкі күйді өзгертпесек, онда қанша жұмыс жасасаң да, қанша жанталаса берсең де жұмысың жемісін бермейді. Ешқандай да нәтиже болмайды. Бір орында тұрақталып тұра береді. Өмірім өзгерсін десеңіз, молшылық болсын десеңіз, жұмысыңыз табысты болсын десеңіз, ең бірінші ішкі күйді өзгертіңіз. Таңда ең болмағанда 10 минут, 20 минут медитация жасауды әдетке айналдырыңыз. Күнделікті таңда медитация жасаңыз. Өзіңізді бүгінгі күнге дайындаңыз. Бүгінгі күніңіздің қалай өтетінін елестетіңіз. Жемісті өтетініне сеніңіз. 10 минут, 20 минут өзіңізді тыныштандырыңыз. Бастапқыда медитацияға кіру қиын әрі ұзақ уақытты талап ететін болады. Бірақ уақыт өте келе медитацияны күнде жасағаннан ол сезімге кіру оңай болады. Уақыты да қысқарады. Мен өзім медитация бірден кіре аламын. Басында мен де қиналдым. Ойым бөлініп кете беретін еді. Тіпті ұйықтап қалатын кездерім де болған. Мен медитацияны дұрыс жасамағаннан бастапқыда мен бірден жарты сағаттан бастадым. Ол өте ауыр болды. Күнделікті қайталанып қалған жалқаулық әдетінен бірден 30 минуттық медитацияға ауып кеткеннен менің миыма, санама ол өте ауыр болды. Сондықтан да менің айтар кеңесім біріншіден бастапқыда 10 минуттан бастаған жөн. 10 минуттан күнде, бір апта 10 минут, келесі 15 минут, одан кейін 20 минут, солай көбейте бере, сіз медитацияны ұзақ жасауға үйренетін боласыз, әрі бірден кіретіндей жағдайға жетесіз. Миға, санаңызға бірден қысым жасап, оны 1 сағаттық медитация жасатуға өзіңізді қинамаңыз. Ол оған көнбейді, санаңыз көнбейді оған. Сондықтан да бірінші ойды жинақтау үшін, медитацияның не екенін түсіну үшін 10 минуттан бастаңыз. Құлағыңызға медитацияның өлеңін қосып қойып, жай ғана ойыңызды тыныштандырудан бастаңыз. Ал қазір менің жағдайым медитацияға үйренгеннен
мен ол сезімге бірден кіре аламын. Өзіме нақты не керегін білемін. Ойымды жинақтай аламын. Сондықтан да мен үшін ол дәл қазір оңай болып тұр. Уақыт керек. Сізге де уақыт керек. 1 ай, 2 ай, мүмкін сіздің жағдайыңызда ол 3 ай. Әркімге әртүрлі болады. Бірақ жаныңыз тынышталған кезде сіз үшін ол уақыт қысқарады. Уақыттың өзі де сіздің дайындығыңызға байланысты. Медитацияға, өзгеріске, жаңа өмірге қаншақты дайынсыз, ол соншалықты уақыты қысқара береді. Медитацияны күнде жасағаннан жетістікке жете алатыныңызға санаңыз сенетін болады. Сол керемет сезімді күні бойы киім сияқты киіп жүріңіз. Міндетті түрде бар қалауыңыз орындалады.